Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен құрамы көп зат қажет етпейтін пирожный рецептпен бөлісетін боламын. Әрі өте оңай дайындалады және де дәмі керемет болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер және де каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып аламыз. Барлық жұмыртқамызды осылай салып алғаннан кейін миксердің ең төменгі жылдамдығында 1-2 минут шамасында жұмыртқаларды миксерлеп бастаймыз. Миксерлеп алғаннан кейін қантымызды әдеттегідей аз-аздан салып, миксерлеуді жалғастыратын боламыз. Қантымыздың барлығын салып осылай араластырып алғаннан кейін 5-6 минут шамасында араластырғаннан кейін масса осылай қоюласады. Сол кезде тоқтатамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, өлшеніп алған жылы сүтімізді құйып, миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін енді кезек ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхлитель немесе ас содасын салып, араластырып, жұмыртқалы массамызға салып шығамыз. Ұнды 2-ге бөліп, осылай араластырғандарыңыз дұрыс. Бірден салып жіберсеңіздер, жұмыртқалы массаны басып қою мүмкін, сондықтан 2-ге бөліп салғандарыңыз дұрыс. Осылай лопатаның көмегімен жаймен араластырып, біркелкі массаға келтіріп аласыздар. Ол арада духовканы қыздырып қойыңыздар. Листімізге пергамент қағазын төсеп, дайын массамызды құйып шығатын боламыз. Барлығын құйып шыққаннан кейін жан-жақтарын осылай тегістеп жайып, духовкада пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, тез піседі. Осылай орталары жұп-жұмсақ болып шығады. Енді ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Ішіндегі салмасына творог, қантымызды салып, араластырып аламыз. Бір араластырып алғаннан кейін үстіне өлшеніп алған сливкимізді құямыз. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Осылай миксердің көмегімен тағы да араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз. Мінекей достар, біздің креміміз дайын болды. Осылай біркелкі болып шығады. Енді суыған бисквитімізді терісін аударып, осылай қағазын алып тастаймыз. Және де пышақтың көмегімен 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп жатқандарыңыздай бөліп алғаннан кейін ең төменгі бөлігін қалдырамыз. Кремімізді 3-ке бөліп, орталарына осылай жағып шығатын боламыз. Біркелкі кетіп жағып шыққаннан кейін қалауларыңызға қарай ішіне осылай жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Мен малина пайдаландым. Пайдаланбасаңыздар да болады. Осылай екінші бөлігіне де салғаннан кейін малиналарымызды салып шығамыз. Үстінен 3-ші бөлікті салып, қалған креміміздің барлығын жағып, бетін тегістеп шығатын боламыз. Мінекей осылай тегістеп алғаннан кейін холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін алып, осылай біркелкі етіп кесіп, үстін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай оформление жасап аласыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сізде де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын!